айналымда, яғни 1/16 финалда бар жоғы 3 күн қалған кезде 4 балуанның да соңғы болды Александр Косачевтің да жаңыз түгел деген осы болса керек. Енді өзіңіз айтып отқандай 34 балуан толық құрамда. Ал енді бәсеке басталды. Белдесуге назар аударайық. Енді бұған дейінгі кездесулерде атыраулық балуан салмағымен, күштілігімен, әдіс тәсілімен көп бәсекелерде қара жамбасқа салған болатын қарсыластарын. Бұл жолда солай жасар ма екен? Тамаша. Жамбасы пайым берді, төреші. Жоқ, бүгі пайым берді. Енді Самир Мәмбетов қозғалмаса қолынан сусып кетуі мүмкін. Құрметті көрермендер, жеңіс деген бұл азаматтың лақабаты Ірбіс екенін өздеріңіз көрдіңіздер. 1988 жылдың 3 қазанында дүниеге келген павлодарлық балуан қазақ күресінен Қазақстан Республикасының спорт шебері. 2013 жылы дәл осы Қазақстан барысына қатысқан, бірақ зор жетістікке жете алмаған. Ал оның қарсыласы қазір тағы да қолын жерге қоюға мәжбүрледі. Кенжебек ендеше Шеркеш есімді лақабаты бар. Шеркешінде енді салмағы ауырлау болып тұр ғой, сол да бұл жерде көп басты бір рөлді атқарып кетіп жатқан сияқты. Осы жарыстың алдында біз Кенжебекпен бір-екі ауыз лебіз алмасқанбыз. Сол кезде өзінің негізгі жарысқа түсетін салмағы 126 келі екендігін айтқан, бірақ осы жарысқа 140 келімен қатысып жатыр екен. Сәл салмағым ауыр, бірақ қимылыма ешқандай кедергі жасамайды деген болатын Кенжебек. Онысы рас сияқты, қазір өте бір жылдам қимылдап жатыр. Ширақ, өте тамаша. Өте ширақ. Енді қазір Кенжебекті көрейік. Кенжебектің осы жарысқа жаттықтырған, бала күнінен жаттықтырған өзінің бапкері Айбек Серғазиев екенін естірін. Дархан Жоламанов та әр жылдары Қазақстан барысына қатысқан тәжірибелі балуан. Сонымен екі бүгі пайы қазір Кенжебек Күзембаевтың еншісінде, қарсыласына арыстанша атылған Шеркеш Атырау облысының балуаны қазір жағадан қапсыра ұстап тұр. Тартып жыға ма, қалай істейді? Жоқ, Самирде арқадан алуға тырысқан болатын. Тағы да нәтижесіз әдісі. Бұл жерде екі бүгі пайы қазір жамбасы пайына ауысқан болатын. Қазір және бір Күзембаевқа, ал оның бапкері, Самирдің бапкері Дархан Жоламановты жаңа көрдіңіздер. Өзінің шәкіртіне бар білгенін айтып үлгеруде. Және қазір Самир аяқты шалып тұрып, сол жаққа еңсіре тастауға мүмкіндігі болған, бірақ салмағы ауыр Күзембаев мүмкіндік берген жоқ. Және қанша дегенмен білек күші өте күшті екен, білек күші өте көп екен. Білек күші сықындатқызбайды. Кенжебектің бір ерекшелігі осында. Енді қарсыласы Бойшан сәл енді өзіне ыңғайсыздау болғанына қарамастан, көбіне қорғана жүріп түрлі әдістер жасап кетуге Кенжебек Күзембаев өте шебер екен. Мінекей осы бәсеке басталғаннан бастап 2,5 минут ішінде біз осы Кенжебектің күресінен осыны анық байқадық. Белсендірек те қимылдап жатқан осы Кенжебек. Ал Самир Мәмбетов болса, мінекей, қазір қалай, жартылай жеңіс пе қалай? Бұл жерде сәл әлде жамбасы пайыма. Төреші бүгі пайым берді. Бұл жерде қарсы әдіс қолданып кетті. Қалай дегенде Самир Мәмбетов қорғана білді. Жақсы қорған. Жақсы қорғана білді. Өзі түсіп бара жатып, қарсыласының қолын бауырына алып үлгерді, ал өз салмағымен еңсеріле түскен Кенжебек Күзембаев болса, қазір бұл жолы ұпайсыз қалды. Сонымен жарыс ширап келеді, құрметті көрермендер. Дегеннен бірін-бірі бұйымғырлы көрмей лақтырып жатқан балуандар жоқ. Бұл да біздің жарысымыздың негізгі діттеген мақсатының бір екендігі сөзсіз. Кенжебек қазір белден қапсыра құшақтады. Тартып лақтыра ала ма? Самир барын салуда. Дегенмен күшті. Қалай көрдіңіздер ғой, қазір кілемнен итеріп шығарып Мәмбетов болса, қарсыласының ығын таба алатын емес. Өткен жылы Есей мырза өзіңіз Руслан Әбдіразақтың күресіне ерекше қызыққан едіңіз. Биылғы жылы кімді көріп отырсыз? Қазірше екі ғана белдесі ғой. Кенжебектің еншісіне жазылды. Бек жарақаттанып қалған сияқты. Ал Дархан Жоламанов болса, қазір өзінің шәкіртіне сақанап кетті ме, қалай болды? Жоқ, шығып кетті ме әлде? Тағы да дәрігерлердің көмегіне жүгінуге мәжбүр болатын сияқтымыз. Біздің екі белдесуіміз өтті, екеуінде де осылайша дәрігерлердің көмегі қажет болып жатыр. Қолы
астында қалып кеткен екен. Әдемі әдіс. Жақсы әдіс. Бірақ айналдырып түсіргенде мүмкін жартылай жеңіске де жетуге болатын ба еді бұл жерде. Қалай дегенде салмағы ауыр ғой. Салмағы бұл жерде не иығында түсірген жоқ, не қырымен де түскен жоқ. Кенжебек қалайша дегенмен бойын жинап үлгерді. Қазір саусақ шығып кетті ме екен, өйткені сол қолындағы кішкене бөбек саусағын оның шешімі шыққанша бұл балуандар жарыстан шеттетіле тұрады деген болатын. Бәріміздің қуанышымызға қарай жаңағы мельдонийдің мөлшерінің тым аз болу себепті және олардың мельдонийді балуандардың шек қойылмай тұрған мерзімнен бұрын қабылдағанына байланысты бұл азаматтардың төртеуіне де жарысқа қайта қатысуға мүмкіндік берді. Көрермендерге айта кетуіміз керек, осы қоспаны биылғы жылдың қаңтар айынан бастап кез келген спортшыға қолдануға болмайтындығы нақты айтылды. Шешім осындай, бірақ осы бәсекеге 3 шілдеге 4 күн уақыт қалған кезінде шешім басқаша болды. Енді бірақ 4 көзіміз түгел өзіңіз айтқандай барлық балуандарды көріп отырмыз. Ең соңында бұл Александр Качачевқа да мүмкіндік берді. Бір күн қалғанда ең бастысы. Ал қазір біздің Кенжебек Күзембаев, Атырау облысының балуаны, сол саусағын, сол жақ қолының шылдыр шүмегін орап шыққан екен. Және қазір осы құрметті көрермендер, енді Самир атойлап шабуылдамаса қолынан уысынан жеңіс суси беретіні анық. Дегенмен өзің айтып өткенде Нұрсұлтан, міне Шеркеш бұл жолы ірбісті өзіне жақындата қоятын емес. Алыстан күреседі. Осы тактикасын, бір осал тұсын ірбіс таба алмай жатқан сияқты, ал Дархан Жоламан сол қате тұсын байқап қайта-қайта кімге Самирге ақыл кеңесін айтып жатыр, бірақ нәтижесіз болып жатыр. Дарханның көрсетуінде Самир оның желкесінен алуға тиіс еді. Дұрыс айтады. Шығара алмай жатыр. Шіркінай бапкердің айтқан тура келсе, қалай болар екен? Кенжебек болса, қазір шында да ақырындап бірте-бірте жеңіске жақындап келе жатыр. Құрметті көрермендер, 2012 жылғы жарыстан кейін осы Қазақстан барысына оралып отырған балуан бұл жолы айды аспанға шығармаса да біраз жерге шабатын сияқты. Шында да жарыстың фавориттері қатарында Самир Мәмедовтің салмағы 110 келі 600 грамм болған екен. Қазір көк белбеулі балуанға бүк ұпайы берілді. Ұпай сандары теңесті қазір. Жоқ, қазір 2 бүк ұпайы болды. 2 бүк ұпай, бір жан басқа айналу. Жағдайда Кенжебектің бір бүк ұпайы артық болады. Ендеше жоқ әлде төрешілер соңғы 20 секунд. Жоқ, тағы да бүк ұпайы бұл жалпы осы шешім дұрыс болған сияқты. Көрдіңіз бе? Уақытты осы күрестің көріне түскен сияқты. Қазір таза жеңіс. Бұл жерде Самир Мәмедов, құрметті көрермендер, басынан асырам деп лақтырып, өзі қос жауырынымен қадалып қалды. Сонымен 16 секунд қалған сәтте Кенжебек Күзембаев қадірменді ағайын жеңіске жетті. Атыраулық Шеркеш мінекей күштілігін танытты. Бәсекенің 1-ші минутынан бастап әрі тиянақты күрескендігіне міне қайталап көрейік, құрметті көрермендер. Асырып лақтырып, асырып лақтыруға да мүмкіндік келмеген екен. Қолын ұстап та үлгермеген. Көрдіңіздер ғой, міне қол сусып кетті, ары қарай қос жауырынымен қадалып түсті. Салмақ та мықты, салмақпен басып кетті. Көрдіңіздер ғой, міне бұл жерде тура иығымен қадалды. Самир Мәмедов осылайша